Өткен демалыста Рухани жаңғыру музейінде қасиетті Қазақстан ғылыми зерттеу орталығының Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі қасиетті кеңістік, дәстүр мен жаңашылдық жобасы аясында дөңгелек үстел өтті. Өңірімізге келген белгілі өлкетанушылар мен археологтар әр киелі нысанның тарихымен жете танысты. Тарихи нысандарды зерттеу, жаңғырту, жергілікті халықтың қызығушылығын ояту өңіріміздің туристік әлеуетін арттырады. Бұл келелі жиынға қатысқан тарихшы ғалымдар мен этнографтардың пікірі. Тарихпен тығыз байланысты киелі нысандар байырғы халықтың төл мәдениеті мен тұрмыс тіршілігінен хабар береді. Ал ғасырлар мұрасын қаз-қалпында сақтау тарихты түгендеуге кең жол ашады. Қасиетті нысандар ол өте маңызды, себебі бұл біздің ұлттық бірегейлігіміздің каркасын құрайтын дүние. Бұдан айырылып қалсақ, біз бұны бағаламасақ, біз өзіміздің болашаққа бағдарымызды жоғалтып аламыз. Сондықтан да бұл нысандарды біз зерттеуіміз керек, барынша сақтап қалуымыз керек. Бұл біздің ұлтымызды біріктіріп тұрған факторлардың бірі. Сондықтан да әрбір нысан біз үшін маңызды. Бұл Қазақстан Алтайында болсын, бұл Жайықтың жағасында болсын, немесе Түркістандағы ескерткіш болатын болсын. Бұны елбасымыз да өз сөзінде айтқан, бұл біздің біріктіретін фактор болғандықтан біз бұны әрқашанда сақтауымыз керек. Расында елімізде киелі қасиетті саналатын жерлер көп, бірақ оның не себепті киелі екенін көбіміз біле бермейміз. Бұл ретте қасиетті киелі жерлерді жүйелі түрде реттеп, тіркеп, халыққа насихаттаудың маңызы зор. Өңір табиғи ландшафттар, халық зиярат ететін қорымдар, археологиялық ескерткіштер мен тарихи оқиғалар орнына толы. Өз елімізді айтпағанда, өзге елдердің археологтары да киелі нысандарға зор қызығушылық танытып отыр. Тарихы терең, мән-мағынасы жоғары киелі жерлер неше ғасыр өтсе де, рухани жұтаңдықтан сақтайды дейді мамандар. Біз қасиетті нысандарды бұрындарда тек қана археологиялық нысандар немесе қасиетті әулие-әмбиелер жерленген жерлермен байланыстырсақ, бүгінгі таңда оның географиясы кеңейіп, оның ішіне қуғын-сүргінге ұшыраған адамдарды атқан жерлер, тарихи жадыда сондай бір жергілікті халықтардың, тұрғындардың тарихи жадысында қалған мекендерді кіргізу мәселесі бойынша жақсы идеялар, жақсы ұсыныстар айтылып отыр. Болашақта ойлаймын, бұл тарихи қасиетті нысандар тізімі бұдан да кеңейе түседі. Рухани құндылықтың ұлт руханиятына берері көп. Жиында аталмыш жобаларды жүзеге асырудың тиімді тетіктерімен қатар атқарылған жұмыстардың кем-кетіктері де сөз болды. Мәселен, өңірде арнайы зерттеу орталығы жоқ. Ал бұл зерттеушілердің емін-еркін жұмыс істеуіне бірқатар қолайсыздық тудыруда.